Сәлем достар, сіздерге бүгін тауық етінен жасалатын пирог түрін жасап көрсеткім келеді. Ол үшін видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Ол үшін ең алдымен ұн, майонез, тұз, бұрыш, сметана керек, бір жұмыртқа керек, маргаринді ертіп аламыз, қопсытқыш керек, одан кейін картоп, пияз, тауық еті керек. Ең алдымен қамырын дайындап алуымыз керек. Оған жұмыртқамызды жарып аламыз. Ертілген маргаринімізді құямыз. Майонезімізді саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жарты шай қасық тұз себеміз. Жақсылап араластырып алдық. Ендігі кезекте сметанамызды саламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін електен ұнымызды өткіземіз. Енді қопсытқышымызды саламыз. Жақсылап араластыра отырып, өте жұмсақ емес, өте қатты емес, қамыр илеп шығарамыз. Енді илеген қамырымызды салмасы дайын болғанша тоңазытқышқа сала тұрамыз. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін пиязымызды турап аламыз. Пиязымызды турап аламыз. Келесі кезекте картопымызды турап аламыз. Турап болғаннан кейін бір ыдысымызға салып аламыз. Келесі кезекте тауық етін тураймыз. Тауық етінде турап болдық. Оны да бірге саламыз. Үстіне кішкене сұйық май қойып жүрсеңіздер болады. Оның үстіне қара бұрыш, дәміне қарай және де дәміне қарай тұз салсаңыздар болады. Барлығын араластырып аламыз. Енді қамырымызды алып, 3/4 бөлігін кесіп аламыз. Кесіп алғаннан кейін ұнды сеуіп, қамырды жаюға кірісеміз. Енді қамырымыз дөңгелек етіп жайып алып, оны табамызға орналастырамыз. Ендігі кезекте екінші қамырымызды жайып аламыз. Бірінші қамырымыздың үстіне осылай салмасын салып шығамыз. Салмасын салып болдық. Енді үстіне осылай екінші қамырымызды төсеп, жан жақтарын біріктіреміз, өріп шығамыз яғни. Енді осылай шанышқымен үстін тескілеп шығамыз. Енді пирогымыз
Қызарып әдемі болып пісу үшін осылай жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Енді пирогымыз дайын. 180 градуста қызып тұрған пеште 40 минут пісіріп аламыз. Мінекей, тауықтың етінен жасалған пирогымыз дайын болып шықты. Өте дәмді әрі жеңіл. Жасап көріңіздер, міндетті түрде жасап көріңіздер. Пирог ұнаған болса, бағаларыңызды береке етіңіздер. Және де каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.